Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір сауат ашу сабағы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дыбысы мен әрпі. Бүгін дыбысы кездесетін сөздерді буындап оқимыз, жиі кездесетін сөздерді тұтас түсініп оқимыз, және әрпін жазып үйренеміз. Мұқият қараңдар, мына суретте не бейнеленген? Экскаватор, экран, эскалатор, эскимо. Бұл сөздер қай дыбысынан басталып тұр? Дыбысынан. Жақсы. Балалар, осы дыбысы қай дыбысқа ұқсайды? Дыбысына. Ал енді дыбысы мен дыбысының қандай айырмашылығы бар деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Екеуінің дыбысталуында айырмашылық бар екен. Дыбысын айтқанда тілдің артқы бөлігі жоғары көтеріліп, тіл алдыға қарай созылып айтылады екен. Етік, елік, есік. Ал енді дыбысын айтқанда тілдің артқы бөлігі жоғары көтеріліп, тіл артқа қарай тартылып айтылады екен. Экскалатор, экран, эскимо. Және балалар, дыбысы басқа тілден еген сөздерде кездеседі екен. Жақсы. Енді мына суреттің сырларын ашайық. Берілген суреттерге сәйкес сөздерді байланыстырамыз. Бірінші сурет элеватор, келесі экран, одан кейінгі суретте ұшқыштарды көреміз. Ол ұшқыштарды экипаж мүшелері дейміз. Экипаж. Одан кейінгі сурет шам, яғни электр шамы, электр. Келесі балмұздақ, қалай аталады? Эскимо. Одан кейінгі сурет экскаватор. Ал одан кейінгі сурет экскалатор. Ал енді осы суреттерді сөздермен байланыстырайық. Қазір тексереміз. Кәне, бәріңде бірдей шықты ма? Дұрыс шықты ма? Жақсы. Енді сөздерді оқиық. Экран, эфир, эстрада, элеватор, электр, экипаж, экскалатор, экскаватор. Мәтінді оқы. Мынау элеватор. Элеватор қырман басына орналасқан. Элеваторға астық тиеген машиналар келіп кетіп жатыр. Енді балалар, естеріңде болсын, біз жазғанда элеватор, экскаватор, экскалатор деп жазамыз, бірақ та айтқанда элеватор, экскаватор, эскалатор деп айтады екенбіз. Енді дәптерге әріптерін жасайық. Әрпі қай әріпке ұқсайды? С әрпіне ұқсайды, бірақ та керісінше жазылған. Немесе бірақ та толық жарты дөңгелек жасалмайды. Жақсы. Осы әрпін және электр, экипаж, элеватор, экскаватор деген сөздерді дәптерге әдемілеп тұрып жасайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.